Мен өмірімді неге арнау керек екенін түсінгім келіп тұр. Ешқашаннан кеш артық. Бағыт жайлы сұрақ, немен айналысу туралы. Демек, ми неге бейімделген. Шын шақырысты ұқсау ниетінен қалай ажыратуға болады. Сіз әлбетте 21-десіз, бұл әжептәуір қалыптасқан ми. Сізге бір нәрсе ұнаса, ұқсаңыз. Тек қана бірінші нәтижеге дейін шыдаңыз. Өкінішке орай уақытыңыз кетіп жатыр, бірақ бұл уақытты бір нәрсеге үйреніп кетірген жөн. Содан кейін таңдайсыз. Таңдау мәселесі адамның шыдамы бірінші нәтижеге дейін жетпегендігі. Осы себептен сіз ұнайтын істі таңдай алмайсыз. Бұл бала тәрізді, бала сурет салумен айналысады, осылай салады, былай салады, ештеңе қолынан келмейді. Тек қана аке-шешесі баланы сурет салуға үйрете алады. Ол үшін балаға өнердің негізін беру керек. Қарандашты, қылқаламды қалай ұстау керек екенін біреу айтып беру керек. Перспектива дегенне және тағы да басқалар. Осын, мысалға, көркем сурет салу өнердің негізін меңгергенде ғана балаға бір нәрсені сетуге болады. Барын болмаса, кем дегенде сурет салып үйренеді, басқамен айналысады. Техниканы меңгермегенше дейін бала өз дарындығын түсіне алмайды. Басқа салаларда дәл солай. Сізге бір нәрсе ұнаса, дәм тат көріңіз. Бұны біріншіден артем айтып отырмын. Дәм тат көріңіз. Нәтиже шығарып көріңіз. Демек, ең соңына дейін шыдап көріңіз. Түсінесіз бе? Қылыш соғу оңай ма? Мысалға, ұстаханаға барып, жақсы пышақ шындап көріңіз. Нәтиже алғаннан кейін ғана көріңіз. Ұнайды ма бұл өнер, ұнамайды ма? Демек, әртүрлі нұсқаларды салыстырып көру керек. Өкінішке орай, қартайған сайын бір нәрсені таңдау қиын. Өйткені миыңыз жаңа мәліметті кем аңғарады. Солай істен ләззат алу қиын. Өйткені бала әр нәтижеден мелшиіп қалады. Сол себептен оны іске еліктіру оңай. Сіздің қабілетіңіз тек қана іріктеу әдісімен анықталады. Өкінішке орай, церебрал сортингсіз бұл апат. Тірі адам миын талдаусыз біз еш нәрсе жасай алмаймыз. Әлгі IQ индексі бар психологиялық қылық секірулер өкінішке орай адамға ешқалай көмектеспейді. Арасында енді жақсысы да бар, бірақ жүйесінде жоқ.